Сәлем достар, сіздермен бүгін біз жұмсақ әрі нәзік болып шығатын медовый тортын дайындаймыз. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, тортыңыз дәмді әрі нәзік болып шығады. Сіздерге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Содан соң қант пенен 2 ас қасық бал саламыз. Менде дүкеннің балы. Енді қызып тұрған пешке қойып, бәрін біркелкі ертіп аламыз. Қызып болған соң сәл ғана суытып алып, 1,5 шай қасық ас содасын қосамыз. Бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді бөлек ыдысқа 4 дана жұмыртқамызды салып, біркелкі етіп араластырамыз. Араласқан жұмыртқамызды қоспамызға салып араластырамыз. Енді жаймен електен өткізілген ұнымызды салып, сәл сұйық қаймақ сияқты қылып қамыр жасаймыз. Пергамент қағазымызды алып, 2 ас қасықтай қамырымызды құйып, 22 см формаға сәйкес сәл үлкендеу қылып домалақ қылып жаямыз. Үлкендеу себебі қамырдың шеттері әсемдеуге қалады. Енді піскен корждарымызды формамызбен кесіп аламыз. Менде 8 корж шықты. Кремін дайындаймыз. Ол үшін біз бөлме температурасындағы сары майды тек өзін ғана араластырып аламыз. Содан соң сгущенкамызды қосып, тағы да араластырамыз. Крем дайын. Корждарға кремді жағып, тортымызды жинаймыз. Ендігі қалған корждардың шеттерін салафанға салып, оқтаудың көмегімен немесе блендерге салып, үгітіп аламыз. Үгітілген корждарымызбен тортымызды әсемдейміз. Тортымызды тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Кремі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал сіздермен бірге болған Сымбат. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.